Ардақты ағайын, құрметті жиынға қатысушылар, әріптестер, баршаңызға белгілі былтыр дәл осындай форматта өздеріңізбен кездесіп, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері жөнінде үлкен жиын өткізген болатынбыз. Сол кезде бұл жиын дәстүрлі түрде жыл сайын өтетінін айтқанмын. Міне бүгін араға жыл салып, екінші мәрте облыстың барлық деңгейдегі әкімдерінің, мәслихат депутаттарының, құқық қорғау орындары басшыларының, қоғам өкілдерін және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен кеңейтілген форматта кездесуде қайта жүздесіп отырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тарихи шешіммен Абай облысына ертең тұра 2 жыл толады. Сондықтан өткенге есеп беріп, алға қойған мақсаттарымызды тағы бір мәрте айқындап, жоспарларымызды нақтылау қажет. Қысқа уақыт ішінде атқарылған жұмыс аз емес. Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының барлық көрсеткіштері бойынша оң нәтиже бар. Соның барлығы сіздермен бірлесіп атқарған жұмыстың нәтижесі деп білемін. Облыста тұрғын үй құрылысы, жол жөндеу, инфрақұрылымды жаңарту, әлеуметтік нысандар салу сынды маңызды салалар бойынша жұмыстар жалғасуда. Әрине, атқаратын жұмыс әлі көп. Былтыр біз облысты дамытудың кешенді жоспарын қабылдадық. Өңірдің одан әрі даму мәселелері аталған құжатта бар және біз оны басшылыққа алып, өздеріңізбен бірге тиісті жұмысты жалғастыруымыз қажет. Облыста жаңадан Мақаншы және Жаңасемей аудандары құрылды. Барлық басқармалар толығымен құрылып, өз жұмыстарын жалғастыруда. Біздің басты мақсатымыз президент реформаларын сапалы жүзеге асырып, үкіметтің алға қойған тапсырмаларын орындап, халықтың тұрмыс сапасын жақсарту және табысын көбейту. Жиналыстың осындай форматта өту кездейсоқтық емес, себебі қарастырылатын мәселелер осы жерде қатысып отырған биліктің барлық тармақтары өкілдерінің, қоғамдық институттары және Абай облысымен байланысы бар әрбір азаматтың тиімді және бірлескен жұмысын талап етеді. Жиналыстың келесідей өткізу тәртібін бекіту ұсынылады. Ең алдымен менің орынбасарларым өздерін жетекшілік ететін салалар бойынша өткен жылдан қорытындылары мен алға қойған жоспарлар туралы қысқа және орта мерзімді кезеңдерге арналған өңірді дамытудың нақты бағыттарын толығырақ баяндайтын болады. Сонымен қатар облыстық мәслихаттың төрағасы, меценат кәсіпкер жерлесіміз және пилоттық режимде сайланған әкімнің баяндамаларының тыңдайтын боламыз. Олай болса, кеңейтілген отырыс жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары қысқа және орта мерзімді перспективаға арналған міндеттер және кешенді даму жоспарын іске асыру туралы баяндама жасау үшін сөз Абай облысы қаржы басқармасының басшысы Қожамбаев Әділет Нұрсағатұлына беріледі. Құрметті Нұрлан Телманұлы, әріптестер, активке қатысушылар, депутаттар. Өткен жылы облыс бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 5,8%-ға өсіп, 3 триллион теңгеге жетті. Республика бойынша облыс 5-ші орында тұр. Өнім көлемінде негізгі үлесті өнеркәсіп 32,5%, ауыл шаруашылығы 11,4%, көтерме және бөлшек сауда 9,4%-ды құрады. Тұтыну бағаларының индексін ескере отырып, 2023 жылы халықтың ақшалай табысы 1,8%-ға өсіп, 150,1 мың теңгеге жетті. Орташа айлық еңбекақы 299,6 мың теңгеге деңгейіне көтерілді. Құрылыс жұмыстары 228,1 миллиард теңгеге орындалды. Нақты көлем индексі 19,1%-ға өсті. Былтыр облыс бюджетінің жалпы көлемі 427,9 миллиард теңгеге жетіп, 164,4% өсімді көрсетті.
Облыс құрылғаннан бері меншікті кірістер 44%-ға немесе 43,8 миллиард теңгеге ұлғайды. Мемлекеттік бюджетке 257 миллиард теңге салықтар мен төлемдер түсті. Облыс бойынша 274,4 миллиард теңгеге мемлекеттік сатып алулар жүргізілген. Жалпы өткізілген сатып алулардан 13,5 миллиард теңге қаражат үнемделді. Өткен жылы бюджеттің орындалуы 99,6%-ды құрады, немесе 417,1 миллиард теңге жұмсалды. Жалақы мен жәрдемақылар үздіксіз әрі уақытылы төленді. Жалпы соңғы 2 жылда облыста 86 құрылыс және қайта жаңарту нысандары пайдалануға берілді. Бұдан бөлек барлығы 3,8 миллиард теңгеге 30 әлеуметтік нысандарға жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Облыстың биылғы бюджеті 4,7%-ға артып, немесе 447,4 миллиард теңгені құрады. Жыл соңына дейін 125,5 миллиард теңге көлемінде меншікті кірістер түсуі күтілуде. Әлеуметтік саланы қолдауға үнемі басымдық беріледі. Бюджеттің 54%-ы әлеуметтік салаға, 36%-ы нақты секторды дамытуға бағытталған. Биылғы жылы 272 бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 70,2 миллиард теңге қарастырылған. Облыстың әрбір қаласы мен ауданының дамуына бірдей көңіл бөлінеді. Тек Семей қаласының бюджеті 2022 жылмен салыстырғанда 36,2%-ға артып, 97,2 миллиард теңгені құрады. Тұрғындарды толғандыратын мәселелерді ескере отырып, облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес өткен жылы әр ауданда алдағы 5 жылға әлеуметтік экономикалық дамудың жол картасы мен жоспары әзірленді. Бұл құжат инфрақұрылымды дамыту, әлеуметтік нысандарды салу, жөндеу, абаттандыру мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Біздің алдымызда тұрған басты міндеттердің бірі бюджетті тиімді пайдалану, мемлекеттік активтерді басқару. Өткен жылы 364 мүлікті жалдау шарты жасалып, бюджетке 127,2 миллион теңге кіріс түсті. Өңірдің әлеуметтік экономикалық даму қарқын арттыру бағытында тиісті жұмыстар жүргізілуде. Облыс экономикасын дамыту 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспар аясында іске асады. Жоспар аясында 2023 жылы 89,2 миллиард теңгеге 46 іс-шараны іске асыру көзделген. Оның ішінде бюджет қаражаты есебінен 32 шара, жеке инвестициялар есебінен 14 шара. Былтыр жеке меншік қаражаты есебінен 18,9 миллиард теңгеге 8 инвестициялық жоба жүзеге асты. Бюджеттік қаражат есебінен 16,4 миллиард теңгеге 18 шара орындалды. Жоспарды одан әрі іске асыру үшін қажетті құжаттамаларды дайындау және салалық министрліктерге бюджеттік өтінімдерді ұсыну бойынша жұмыс жүргізілуде. Ауылдарды дамыту үшін өткен жылы 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдама бекітілді. 2023 жылы облыстың ауылдық елді мекендерін қамтамасыз ету деңгейі 56,5%-ды құрады. Былтыр ауылдарды дамытуға 35 миллиард теңгеден астам қаражат бағытталған. Биыл 30,1 миллиард теңге қарастырылып отыр. Қазақстан Республикасы үкіметінің 18 наурыздағы отырысында премьер-министр биылғы жылдың соңына дейін бұл көрсеткішті 60%-ға дейін арттыруды тапсырды. Ауыл ел бесігі бағдарламасына облыстағы 325 ауылдық елді мекеннің 159-ы енді. Соңғы 2 жылда бағдарлама аясында 14 миллиард теңгеге 114 жоба іске асты. Биыл 7,8 миллиард теңгеге тағы да 102 жоба іске асырылады. Кадрлар тапшылығын азайту мақсатында дипломмен ауылға жобасымен былтыр 322 маман жұмысқа орналасып, оларға 111 миллион теңгеге көтерме жәрдемақы төленді. 107 маманға 0,01%-дық несие арқылы тұрғын үй берілді. Биыл бұл мақсатта бюджеттен 904 миллион теңге қарастырылған болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қабылданған 2030 жылға дейін халықтың табысын арттырудың өңірлік бағдарламасына сәйкес бізге облыстағы жұмыссыздық деңгейін 4,8%-дан 4,6%-ға дейін төмендету қажет.
Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша былтыр 27.557 жұмыс орны құрылды. Биылғы жоспар 23.879 жұмыс орны. Бағдарламаның екінші бағыты бойынша ауыл аманаты жобасымен 2,1 миллиард теңгеге 363 жеңілдетілген несие берілді. Оның 98,7% мал шаруашылығын дамытуға жұмсалды. Ағымдағы жылы 1,1 миллиард теңге қарастырылып отыр. Үшінші бағыты бойынша жастарды жұмыспен қамтитын алғашқы жұмыс орны жастар практикасы жобалары іске асуда. Оған ағымдағы жылы бюджеттен 1,4 миллиард теңге көзделген. Келесі инвестиция тарту бағыты бойынша 2028 жылға дейін инвестициялар жобалар пулына 2,2 триллион теңгеге 28 жобаны іске асыру көзделген. Осы жоба арқылы 8.000 жұмыс орны ашылу жоспарланып отыр. Ағымдағы жылы 26,8 миллиард теңгеге 12 жоба іске асырылып, 470 жаңа жұмыс орны ашылады. Аймақ экономикасының дамуына ауыл шаруашылығы мол үлес қосуда. Өткен жылы бұл салаға 78,5 миллиард теңгеге инвестиция салынды. Мал басы саны артып, барлық түрдегі ет 102%-ға, сүт өндірісі 104%-ға өсті. Былтыр 745 мың гектар егіс алқабынан 334-ті 6 мың тонна дәнді дақылдар, 319-да 7 мың тонна майлы дақылдар, 1,5 миллион тонна жем шөп дақылдары және 312-да 8 мың тонна картоп пен көкөністер жиналды. Субсидиялау бағдарламалары шеңберінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне өткен жылы 20,2 миллиард теңге төленді. Ағымдағы жылы 17,5 миллиард теңге қарастырылып отыр. Макронесиелеу шеңберінде 2023 жылы ауыл шаруашылық саласының якорлық жобалары үшін 2 миллиард теңге қарастырылды. Бөлінген қаражат 2 сүтті тауарлы фермаларын несиелеуге бағытталды. Бұл қаражатқа Еуропа елдерінен техника, жабдық және 650 бас көлемінде сүт бағытындағы асыл тұқымды аналық сиыр сатып алынады. Биыл бұл бағдарлама аясында 6 миллиард теңге қарастырылған. Халық банк қаржыландыру желісі бойынша 9,8 миллиард теңгеге бір инвестициялық жоба анықталды. Биылғы егіс алқабы 750 мың гектарды құрайды. Бүгінгі таңда минералды тыңайтқыштарды енгізу бойынша 30,2 мың тоннаға шарт жасалды. Отандық тыңайтқыштарды өндірушілерден 3,6 мың тонна көлемінде сатып алу туралы келісім шарттар жасалды. Көктемгі дала жұмыстарын орындау үшін 9,3 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлінді. Аграрлық кредиттік корпорацияның кең дала бағдарламасы бойынша 1,3 миллиард теңге көлемінде кредиттік қаражат берілді. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың көктемгі дала жұмыстарына және күзгі жинау жұмыстарына арналып іске қосылған кең дала 2 бағдарламасы аясында 2,6 миллиард теңге көлемінде аграрлық кредиттік корпорацияға өтінімдер түсті. Осы жылы 11,8 миллиард теңгеге 10 жоба іске асырылады. Жоба аясында 2 сүтті тауарлы ферманы кеңейту, 7 суару жүйелері мен ауыл шаруашылығы жануарларын ұрықтандыру зертхана салу жоспарланған. Ауыл шаруашылығының дамуы мен экспорттық әлеуетін арттыруда ветеринария саласының да маңызы зор. Өткен жылы ветеринария саласына бюджеттен 2,9 миллиард теңге бөлінді. Биыл қаражат көлемі 110%-ға артып 3,1 миллиард теңгені құрады. Бұл салада жалақының төмендігіне байланысты кадр тапшылығы мәселесі орын алған болатын. Былтыр Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздік туралы заңы қабылданып, ветеринария саласындағы қызметкерлердің жалақысын 50%-ға өсіру үшін республикалық бюджеттен 819 миллион теңге бөлінді. Жұқпалы ауруларды болдырмау және таратпау мақсатында 8 мал қорымы пайдалануға берілді. Биыл тағы 7 мал қорымының құрылысы басталып, 5 мал қорымының құрылысына жобалау сметалық құжаттама әзірленуде. Құрметті жерлестер, біздің басты мақсатымыз өңірлік экономиканы дамыту арқылы халықтың әл-ауқатын жақсарту. Ағымдағы жылдың 7 ақпанында үкіметтің кеңейтілген кеңесінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев жыл соңына дейін экономиканың өсу қарқынын 6% деңгейіне жеткізуді тапсырды. Осыған байланысты үкімет қаулысымен орталық және жергілікті атқарушы органдардың әр бағыт, жоба және сала бойынша іс-қимыл жоспары бекітілді. Ең алдымен жеке инвестицияларға баса назар аударылып отыр. Биылғы жылы облыс 810 миллиард теңгеге жуық негізгі капиталға инвестиция тартуы қажет. Бұл бағытта қалалар мен аудандардың әкімдері үшін жеке инвестицияларды тарту және жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру басымдық болуы тиіс. Сондай-ақ салық базасын ұлғайту мақсатында аумақтық мемлекеттік кіріс органдарымен бірлесе отырып, жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің қосымша резервтерін іздестіру бойынша жүйелі жұмыс жүргізу керек. Біздің алдымызда осындай үлкен міндеттер тұр. Оларды орындауға барлығымыз жұмыла кірісейік. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Отырыңыз. Слово для доклада об итогах. Құрметті Нұрлан Тельманұлы, әріптестер, активке қатысушылар, депутаттар. В 2023 году за счет средств бюджета было начато строительство 54 объектов социального назначения, жилья и инженерно-информационной инфраструктуры, в том числе в сфере здравоохранения 2 объекта, в сфере образования 8 объектов, 2 объекта спорта, 2 объекта культуры, 2 объекта социального обеспечения, 9 прочих объектов и 26 объектов жилищного строительства. Из них в 2023 году завершено 14 объектов социального назначения. В сфере здравоохранения в рамках программы АУЛ Илбисыги завершено строительство административного здания врачебной амбулатории в селе Каратума Уржарского района общей стоимостью 452 миллиона тенге. За счет средств областного бюджета завершено строительство котельной для КГУ средней школы имени Хасен-Улы в селе Капанбулак Жарминского района. В районе Аксуак завершена реконструкция стадиона. Также было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кайнар города Семей. По направлению развития объектов культуры в рамках программы АУЛ Илбисыги произведена реконструкция Дома культуры в селе Приречный города Семей. В сфере социального обеспечения в начале 2023 года введен в эксплуатацию реабилитационный центр на 150 койко-мест в жилом районе Карагайлы города Семей. Также были построены 5 скотомогильников в Уржарском районе и 3 в районе Аксуат. За счет всех источников финансирования построено 363 тысячи квадратных метров жилья с ростом на 106,8% соответствующему периоду прошлого года, что составляло 2274 квартиры и 710 домов индивидуального жилищного строительства. В плане разработки проекта сметной документации получено положительное заключение экспертизы по 37 объектам. В 2024 году за счет средств бюджетных планируется начало строительства 101 объекта социального назначения общей стоимостью 95 миллиардов тенге, в том числе в сфере образования 16 объектов, в сфере здравоохранения 67 объектов, в сфере спорта 9 объектов, культуры 2, социального обеспечения 1 и 6 прочих объектов. В сфере образования, переходящей с 2023 года, это 7 объектов. В рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа» ведется строительство 5 школ на 3000 мест общей стоимостью 20,5 миллиардов тенге. В рамках программы УБСГИ ведется строительство детского лагеря в роще Карашаки в селе Кикринбайби Абайского района. Также ведется строительство детского сада на 140 мест в селе Маканчи. В сфере дополнительного образования ведется строительство многофункционального центра «Дворец школьников» в городе Семей общей стоимостью 11,4 миллиардов тенге. Согласно комплексного плана развития области, для решения проблем дефицита ученических мест начато строительство 2 пристроек КГУ «Школа номер 4» и КГУ «Средняя школа номер 30» на 500 мест в городе Семей. Также в текущем году будет начато строительство еще 6 школ в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа» общей стоимостью 22,1 миллиарда тенге. В сфере здравоохранения, переходящей с 2023 года, 1 объект. Это строительство врачебной амбулатории на 50 посещений с единым стационаром на 10 койко-мест в селе Урджар. В 2024 году начато строительство 66 объектов, в том числе в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» 64 объекта первичной медико-социальной помощи общей стоимостью 14 миллиардов тенге. Строительство пристройки реанимационного отделения для районной больницы Ягузского района и строительство и реконструкция незавершенного здания под врачебную амбулаторию в селе Маканчи. По направлению развития спорта, переходящей с 2023 года, 4 проекта общей стоимостью 2,8 миллиардов тенге. Это физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Бородулиха, Бородулихинского района. Завершено строительство плавательного бассейна в селе Кокпихты. В рамках программы ОЛБИСЭГИ с 2023 года ведет строительство 2 спортивных модулей. Это в селе Таскискен Уржарского района и в селе Кокбай Абайского района. В текущем году начато строительство 5 объектов спорта общей стоимостью 4,8 миллиардов тенге. Это ФОК в городе Курчатове, строительство бассейна в городе Шар, строительство плавательного бассейна в селе Бескарагай, строительство спортивного досугового центра в селе Петропавловка Бородулихинского района и строительство стадиона в селе Колбатау Жарминского района.
По направлению развития объектов культуры, переходящий 2023 года один объект – это строительство Дома культуры на 100 мест в селе Жугары-Гинсу Уржарского района. В текущем году начато строительство сельского клуба в селе Камышенко Бородулихинского района. В сфере социального обеспечения с 2023 года по программе «Алубы-Цыги» ведется строительство пристройки к существующему двухэтажному зданию КГУ «Уржарский детский центр оказания специальных социальных услуг». Также в рамках комплексного плана развития области за счет областного бюджета в текущем году планируется построить 6 скотомогильников, 1 в городе Курчатове и 5 в Уржарском районе. В 2024 году за счет всех источников финансирования ведется строительство 394 тысяч метров квадратных жилья, в том числе 284 тысячи МЖД, что составляет 3312 квартир, и ИЖС 109 тысяч квадратных метров, это 570 домов, что в свою очередь обеспечит жильем 3882 семьи. Управлением строительства также в этом году ведется разработка проектно-сметной документации на строительство 33 объектов. Из них в сфере здравоохранения 5, в сфере образования 4, в сфере объектов спорта 9 проектов, культуры 6, социального обеспечения 2, развития объектов гражданской защиты 4, общественной безопасности и правопорядка 3 проекта. Следует отметить, что общая стоимость разработки всех ПСД составляет 1,3 миллиарда тенге. Из них по 20 проектам работы по проектированию ведутся на безвозмездной основе на сумму порядка 1 миллиарда тенге, за счет бюджетных средств 330 миллионов тенге. Таким образом, разработка ПСД по заключенным меморандумам на безвозмездной основе позволила сэкономить областные бюджетные средства порядка 1 миллиарда тенге. Централизованное теплоснабжение области АБА обеспечивает 11 предприятий, в составе которых 44 теплоисточника и 273 автономные котельные, которые обеспечивают теплоснабжением бюджетной организации. В 2023 году построено, отреконструировано и отремонтировано 45 километров тепловых сетей и 20 теплоисточников области на общую сумму 24 миллиарда тенге. В результате износ тепловых сетей был снижен с 75 до 64,2%. В 2024 году планируется реализовать 28 проектов по строительству, реконструкции и текущему ремонту 11 теплоисточников и 37,9 километров тепловых сетей на общую сумму 18,5 миллиардов тенге. В том числе это 19 проектов по городу Семей, 2 проекта в поселке Новошульба Бородулихинского района, а также текущие ремонты в Аягусском, Жарминском, Абайском районах и городе Курчатов. В результате реализации ожидается снижение износа тепловых сетей с 64,2 до 56,4%. Одной из основных проблем теплоснабжения города является дефицит тепловой энергии в размере 147 гигакалорий по правобережной части города. Для решения данной проблемы, как ранее говорилось, планируется строительство ТЭЦ-3 мощностью 360 мегаватт и 1200 гигакалорий. В настоящее время завершается разработка ТЭО-проекта. В области АБА обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 92,8%. Из 607 тысяч жителей области не обеспечено централизованным водоснабжением 43 тысячи человек, в том числе 16,5 тысяч человек в 29 сельских населенных пунктах и 26,7 тысяч человек в городе Семей. В 2024 году реализуется 53 проекта, из них 33 строительства и 20 реконструкция, на которых из бюджета выделено 8 миллиардов тенге. По итогам 2024 года будут введены в эксплуатацию 24 проекта, охват которых составит 22 497 человек, и доля обеспеченности централизованного водоснабжением области вырастет до 96,6%. Общая протяженность сетей водоснабжения по области составляет 3220 километров. Средний износ данных сетей по области составляет 48,1%, в том числе в городе Семей 67%, Аягус 31%, Курчатов 85%. Всего по области с октября 2023 года по май 2024 года зарегистрировано было 187 аварий на водопроводных сетях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество снизилось на 9%. На 2024-2025 годы также планируется реализация 22 проектов по строительству водопроводных сетей, по итогам которого будет доступ к водообеспечению по области составит 100%. По области сети водоотведения составляет 519,4 километра, износ 71,3%. В 2024 году будет начата реконструкция канализационных сетей в селе Аксуат протяженностью 22,8 километра, общей стоимостью на 1,1 миллиард тенге. Также существующие КОС в городах Семей, Курчатов и Аягус включены в перечень 68 городов, планируемых к реализации. По ним также разрабатывается ПСД. В данном году будет получено заключение экспертизы. В 2023 году выплачены субсидии коммунальным предприятиям за услуги водоснабжения на общую сумму 295,6 миллионов тенге по 66 населенным пунктам. В текущем году на данной цели выделено 320 миллионов тенге. Также в наших населенных пунктах области имеется 126 антенно-мачтовых сооружений для связи и интернет-вещания.
Потребность на данный момент установки дополнительных антенно-мачтовых сооружений составляет 66 единиц. В 2023 году было завершено строительство 7 АМС на сумму 366 миллионов тенге. В текущем году ведет строительство 5 АМС. Для этих целей выделено 322,4 миллионов тенге. Протяженность автомобильных дорог области составляет 6831 километр. Из них республиканского значения 2176, областного значения 1592 и районного 3063. В 2023 году по дорогам областного значения реализован средний ремонт 9 участков общей протяженностью 107,3 км на сумму 4,5 миллиардов тенге. По направлениям от села Караул до поворота на Каныр-Ауле, Семей до Лонь-Коенбай, между селами Наобаженово и Шеребинском, Зубаир, Петропавловка, Барлы, Карасан и Алаколь. В 2024 году продолжается реализация по среднему ремонту 7 участков общей протяженностью 75 км на сумму 5,2 миллиардов тенге. По направлениям Шара-Уэзов 2 участка, Воскресенковка, Шелиховка, Дмитриевка, Кахпихты, граница области, Аягус-Карауль, Семей-Кайнар 3 участка. В 2023 году по дорогам районного значения реализован средний ремонт 26 участков общей протяженностью 138,2 км на общую сумму 5,4 миллиардов тенге. Это подъездные дороги селам Жаркин, Кеземшек, Верхнеберезовский, Медея, Орда, Малактыколь, Доненбай, Айгыз, Кендыкты, Танамырза, Ундырыс, Жанандык, Карабас, Бегенский лесхоз, Буркотово, Шугылбай и Талагай. В 2024 году продолжается реализация по среднему ремонту 17 участков общей протяженностью 43,7 км на сумму 4,6 миллиардов тенге. Это подъездные дороги к селам Тахтамыс, Караул, Архат, Байдык, Киндыкты, Сатпаев, Коктубек, Ойшили, Карамрза, Жескен, Бородулиха, Жирновка, Поллок, Шарк, Изынсу, Жангистоби, Жарык, Улькен, Бокен, Кайжи, Кулгинмаши, Каракол, Шолпан и Баркетбел, Кайрабурат. В 2023 году по городу Семей реализован средний ремонт 56 улиц общей протяженностью 50 километров на сумму 3,2 миллиардов тенге. В текущем году продолжатся работы по среднему ремонту 29 улиц общей протяженностью 26 километров на сумму 2 миллиарда тенге. Также продолжаются работы по строительству улицы от дороги Омск-Капшигай до ТЛЦ «Северный». В 2023 году из национального фонда и областного бюджета было выделено 900 миллионов тенге, в 2024 году выделено 1,4 миллиарда тенге. Завершение данного проекта запланировано на этот год. В 2023 году в рамках программы «Аул Елбысыги» реализовано 33 проекта по среднему ремонту 77 километров внутрипоселковой уличной дорожной сети 26 опорных населенных пунктов области на сумму 2,9 миллиардов тенге. Таким образом были отремонтированы улицы в селах Кокинтау, Караул, Кокбай, Саржал, Шинхожа, Карагаш, Старая крепость, Букибай, Бескарагай, Жискент, Михаличенко, Дмитриевка, Жангистоби, Берлик, Шалабай, Кокпихты, Уркен, Бакен, Преображенка, Аксуат, Кумкольтов, Кискен, Маканчи, Бахты, Шалпан и Акшахы. В 2024 году продолжится реализация 19 проектов по среднему ремонту 57,3 километров внутрипоселковой уличной дорожной сети, 16 опорных и 3 спутниковых населенных пунктов на общую сумму 2,7 миллиарда тенге. В 2023 году в рамках реализации комплексного плана развития области продолжится реконструкция Автогужевого моста. В 2023 году были выделены средства в размере 7,2 миллиарда тенге, в текущем году выделено 8,4 миллиардов тенге. В городе Семей субсидируется 42 автобусных маршрута. В 2023 году в областном центре за счет субсидирования перевезено 43 миллиона пассажиров. Из областного и городского бюджета были выделены средства в размере 7,3 миллиардов тенге. Аналогично данной цели в 2024 году из областного бюджета на данный момент выделено 1,2 миллиардов тенге. По субсидируемому маршруту Семей-Урджар в 2023 году за счет субсидий из областного бюджета перевезено 11 450 пассажиров. Выделены суммы в размере 186 миллионов тенге. В 2024 году выделено 232 миллиона тенге. На летний туристический сезон в этом году рейсы увеличены с 3 до 5 раз в неделю. По субсидируемому железнодорожному маршруту Семей-Жаланшколь в 2023 году за счет субсидий из областного бюджета перевезено более 25 тысяч пассажиров. Выделены средства в размере 82,6 миллионов тенге. В текущем году выделено 109 миллионов тенге. Внутри области открыты новые субсидируемые маршруты пассажиров железнодорожным транспортом по направлению Семей-Шар в 2024 году. Также выделены средства в размере 144 миллиона тенге и Актогай-Ягус выделено 118 миллионов тенге на субсидирование. В 2023 году в Госфонд возвращено 255,5 тысяч гектар земли или 100% от плана, и далее увеличено и перераспределено в сельскохозяйственный оборот 73,5 тысяч гектар земли. По области Абай план по возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного значения на 2024 год составляет 110 тысяч гектар. На сегодняшний день межведомственной подгруппой акимата области из доведенного плана уже возвращено в государственную собственность 74,6 тысяч гектар земли. Это 152 земельных участка, что составляет 68% от годового плана.
Акиматами районов области выявлено 64 земельных участка общей площадью на 111,9 тысяч гектар земли и направлен Департамент по управлению земельными ресурсами по области Абай для дальнейшего возврата в государственную собственность. Возвращенные земельные участки будут впоследствии перераспределены местными исполнительными органами в порядке, предусмотренным законодательством. В целях развития населенных пунктов на 272 населенных пункта области утверждена дорожная карта поэтапной разработки и корректировки генеральных планов и проектов детальной планировки до 2025 года. В 2023 году была разработана градостроительная документация на 51 населенный пункт, что составило 35%. В текущем году начата разработка градостроительной документации на 97 населенных пунктов, что составит 61%, в том числе в городе Семей, Жанасемейском, Абайском, Аксуасском, Аягузском, Бескарагайском, Бородулихинском, Кокпихтинском и Уржарских районах. До конца 2025 года планируется 100% обеспечения населенных пунктов в области градостроительной документации. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Присаживайтесь. Облыстың өнеркәсіптік әлеуетін туризмді іске асыру барысы және жетекшілік ететін салалар бойынша қысқа және орта мерзімді перспективаға арналған міндеттер туралы Абай облысы әкімінің орынбасары Әділбек Нәжмадинұлы Мұсабаев баяндама жасайды. Құрметті Нұрлан Тәлімұлы, құрметті жиынға қатысушылар, өткен жылдың қорытындысы бойынша экономиканың нақты сектордың негізгі капиталға инвестициялар көлемі 32%-ға өсіп, 568,9 миллиард теңгеге жетті. Оның негізгі үлесін 447,3 миллиард теңге болатын жеке инвестициялар, ал тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі 2023 жылы шамамен 28 миллиард теңгені құрады. 2023 жылы 3 ірі инвестициялық жоба іске қосылды. Олар жалпы сомасы 6,8 миллиард теңге болатын Шартсам серіктестігінің цемент зауытын қалпына келтіру және жаңғырту жобасы, 12 миллиард теңге болатын Араекс Минерал серіктестігінің Таукен металлургия кешенінің құрылыс жобасы, 1,2 миллиард теңгеге болатын Мұхит Агро жауапкершілік шектеулі серіктестігінің суару жүйелерін салу жобасы. Осы жобалардың шеңберінде 655 жұмыс орны ашылды. Ағымдағы жылы негізгі капиталға салынатын инвестициялардың көлемі 809 миллиард теңгеге жеткізу мақсатында жалпы сомасы 2 триллион теңге болатын 22 инвестициялық жобаның пулы өзектендірілді. Осы жобалар 2028 жылдың соңына дейін іске асырылу жоспарлануда. Ағымдағы жылы 9 жоба іске асырылуда, оның ішіндегі 2 жоба іске қосылды. Біздің өңірде негізгі 3 ірі стратегиялық маңызы бар инвестициялық жобалар іске асырылады. Олар жалпы сомасы 577,5 миллиард теңге құрайтын Аягөз Бақта темір жол желісінің құрылысы жобасы, құны 565 миллиард теңге болатын Айдарлы Project компаниясының Таукен байыту комбинаты жобасы, жалпы сомасы 587,7 миллиард теңгені құрайтын Казминерал Сmelting компаниясының мыс балқыту зауыты жобасы. Жоба аясында 1083 жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. Баршаңызға мәлім, жақында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің қатысуымен зауытты салу туралы келісімшартқа қол қойды. Наш регион исторически является центром промышленности. Только за 2023 год объем промышленного производства составил 1,5 триллиона тенге с ростом к уровню 2022 года на 25%. Положительную динамику показывают предприятия обрабатывающей промышленности. По итогам прошлого года рост которого составил 12,7% на сумму 543,7 миллиардов тенге. На сегодняшний день на территории области осуществляет свою деятельность более 470 промышленных предприятий, из которых 355 в обрабатывающей промышленности. Ведется работа по наполнению индустриальной зоны Виндерс. В настоящее время на территории индустриальной зоны реализовано 5 проектов на общую сумму 1,8 миллиард тенге, создано 110 рабочих мест. В 2022 году глава государства в рамках своего визита в область Абай отметил необходимость проведения широкомасштабных геологических изысканий и развития отрасли горнодобывающей промышленности. Во исполнение данного поручения совместно с Комитетом геологии Министерства промышленности и строительства разработан план действий, который состоит из 22 мероприятий на общую сумму 15,2 миллиарда тенге. В настоящее время проводится поисковая работа на редкие и редкоземельные металлы в 5 районах области. В целом по области действует порядка 229 предприятий, осуществляющие разведку и добычу твердых и общераспространенных полезных ископаемых. Налоговое поступление от недропользователей за прошлый год составило 18,5 миллиардов тенге. За январь-апрель этого года 6 миллиардов тенге. За прошлый год недропользователями на социально-экономическое развитие региона перечислено 1,7 миллиардов тенге. Приоритетное внимание уделяется малому и среднему бизнесу.
За прошлый год в местный бюджет поступило более 60 миллиардов тенге налогов и других обязательных платежей от МСБ. Доля МСБ в ВРП выросла до 18,2%. Численность занятых в данном секторе составила более 105,1 тысячи человек. Выпуск продукции с субъектами МСБ составил более 1 миллиарда тенге. Активно реализуются меры финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2023 году на грантовое финансирование было выделено 100 миллионов тенге. В конкурсе приняли участие 302 предпринимателя, по итогам которого одобрено 22 проекта. В этом году на финансирование грантов из местного бюджета выделено 105 миллионов тенге. В целях расширения поддержки малого и среднего бизнеса в прошлом году на субсидирование процентной ставки кредитов из местного бюджета выделено 1,1 миллиард тенге, на выдачу частичного гарантирования 100 миллионов тенге. В текущем году на субсидирование выделено 845 миллионов тенге и на гарантирование 105 миллионов тенге. Активно развивается сфера торговли. За 2023 год объем розничного товарооборота составил 534,5 миллиардов тенге с ростом к уровню 2022 года на 22% или на 96 миллиардов тенге. Объем оптового товарооборота за 2023 год составил 352,6 миллиардов тенге. На этот год план розничной торговли составляет 614,7 миллиардов тенге, оптовая торговля 387,9 миллиардов тенге. Кроме этого, ведется работа по модернизации рынков. Совместно с Комитетом торговли Министерства торговли и интеграции разработана соответствующая дорожная карта. С 4-го квартала этого года запланировано начало модернизации 2 торговых нестационарных рынков в Мирике и Смок городе Семей стоимостью по 1,5 миллиарда тенге каждая. В 2023 году для формирования регионального стабилизационного фонда из резерва правительства выделено 2 миллиарда тенге и заключено форвардный договор на социально значимые товары на общую сумму 1,3 миллиарда тенге. Наш регион известен богатым историко-культурным наследием, способным привлечь посетителей как внутреннего, так и въездного туризма. На сегодняшний день на территории области действует 325 мест размещения с единовременной вместимостью 17 379 койко-мест. За прошедший год область посетила 334 тысячи человек. Местами размещения оказано услуг на 6 миллиардов тенге. Как вам известно, побережье озера Алакөл является достоянием области Абай и входит в топ-20 туристических дестинаций страны. По итогам прошедшего курортного сезона побережье озера посетили более 200 тысяч человек. За 2023 год от предпринимателей побережья поступило около 90 миллионов тенге налогов. Объем оказанных туристских услуг составил более 4,5 миллиарда тенге. Кроме этого, разработана и утверждена дорожная карта развития побережья, в рамках которой ведутся соответствующие работы по 42 мероприятиям по развитию инфраструктуры. Білім саласына келетін болсақ, облыста барлығы 560 білім беру объектісі бар. Оның ішінде 167-сі мектепке дейінгі білім беру объектілері. Мектепке дейінгі білім берумен 26.752 бала қамтылған. 3 жастан 6 жасқа дейінгі қамту 100%-ға, ал 2 жастан 6 жасқа дейін 95% құрайды. Ағымдағы жылы балабақшаларда 1,1 миллиард теңгеге әлеуметтік осал отбасылардан шыққан 5614 бала тегін тамақпен қамтылды. Мектепке дейінгі білім беру инфрақұрылымын 2027 жылға дейін одан әрі дамыту мақсатында мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде 2100 орындық 9 балабақша салу жоспарлануда. Ағымдағы жылы Маханша ауылында 140 орындық балабақша құрылысы басталып кетті. Облысымызда орта білім беру жүйесін жүйелі дамыту бойынша да жұмыс жүргізіліп жатыр. Облыста 309 мектеп бар. Бұл мектептерде 100 мыңнан астам оқушы оқиды және 12 мың педагог жұмыс істейді. Ағымдағы жылы оқу жылында 4,9 миллиард теңгеге 55 мың оқушы тегін тамақпен қамтылды. Оның ішінде 14.813 әлеуметтік осал отбасылардан шыққан жоғары сынып оқушылары да бар. Мектептерде сапалы жабдықтау мәселесі де үнемі назарда. Өткен жылы 36 мектепке 34 пандық кабинет сатып алынса, осы жылы 48 мектеп үшін 50 пандық кабинет сатып алу жоспарланған. Тұрақсыз интернет байланысы мәселесін шешу үшін ағымдағы жылы 133 ауылдық мектеп SpaceX компаниясының Starlink спутниктік интернет арқылы қосылатын болады. Аталған іс-шараның нәтижесінде ауылдық мектептердегі интернет мәселесі шешіледі. Қазіргі уақытта облыста 8 мыңнан астам оқушы орын тапшылығы бар. Бұл мәселені шешу үшін келесі 3 бағыт бойынша жұмыс жүргізілуде. Бірінші, 11 жайлы мектептің құрылысы аясында 2024-2025 жылдары 5700 оқушы орны мәселесі шешілетін болады. Екінші, білім беру инфрақұрылымының қолдау қорын қаржыландыру шеңберінде 2026 жылға дейін 510 орындық 6 шағын мектеп салынады. Үшінші, жекеменшік мектептердің құрылыс жүргізу жұмыстары да назарда болады.
Мысалы, Семей қаласында Казминералс менеджмент компаниясының қаражаты есебінен ағымдағы жылы 1200 орындық мектеп құрылысы басталды. Жалпы әкімдік мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы шеңберінде мектептер салу бойынша жеке бастамаларды қолдайтын болады. Қолданыстағы мектептерді жаңғырту бойынша да жұмыстар жүргізілуде. 2023 жылы 3,2 миллиард теңге сомасына 50 мектеп модернизациядан өтсе, ағымдағы жылы жалпы сомасы 1,6 миллиард теңгеге тағы да 50 мектеп модернизациядан өтеді. Қабылданып жатқан шаралар оқушы орындарының негізгі тапшылығын жабады және қолданыстағы инфрақұрылымды жақсартады. Кәсіптік және техникалық білім беру жүйесін жүйелі дамыту бойынша да жұмыстар аса назарда. Облыста 33 колледж жұмыс істейді. Оның ішінде Семей қаласында 26-сы, ауылдық жерлерде 7 колледж орналасқан. Облыс колледждерінде барлығы 20.815 студент оқиды және 1090 педагог пен арнайы пән шеберлері жұмыс жасайды. Оқыту 294 мамандық және 459 біліктілік бойынша жүргізіледі. Облыс әкімінің тапсырмасы шеңберінде колледждарға талдау жасалып, оларды құзыреттілік орталығы бар бейінді колледждарға айналдыру бойынша жұмыс жүргізілді. Нәтижесінде 6 колледж қайта құрылып, 3 бейінді колледжге біріктірілді. Аталған тапсырма аясында 6 колледжде құзыреттілік орталықтарын құру және 3 колледжде материалдық техникалық базаны жақсарту бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Колледждарда дуалды оқыту кеңінен қолданылуда. Өткен жылдан бастап облыстың ірі және орта кәсіпорындары колледждерге қамқорлық жасауда. Бүгінгі таңда облыстың 20 колледжі 4200 студентті қамтитын қамқорлық туралы меморандум жасасты. Жүргізіліп жатқан жұмыстың түпкі нәтижесі түлектерді жұмысқа орналастыру болып табылады. Өткен жылы оқуды 6099 адам аяқтап, оның 88% немесе 5386 адам жұмысқа орналасты. Білім беру саласында балаларға инклюзивті білім, қосымша білім беруге ерекше көңіл бөлінеді. Жетім балаларды қолдау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Әскери патриоттық тәрбие беру, балалардың жазғы демалысын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру бойынша да жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ уақыттың шектелуіне байланысты мен басқа салаларға да мәселелерге ауыссам деймін. Область Чабай медицинскую помощь населению оказывает 306 субъектов здравоохранения. Всего в медорганизациях развернуто 679 стационарных коек, из них 162 койки государственных и 517 негосударственных учреждениях. По оперативным данным, за 5 месяцев текущего года в области Абай число родивших составило 3716 человек и не зарегистрировано ни одного факта материнской или детской смертности. Также за этот период зарегистрировано 2128 случаев смертности. Заболеваемость населения за первый квартал текущего года составила более 50 тысяч случаев. Наиболее распространенными среди заболеваний являются болезни органов дыхания, пищеварения и системы кровообращения. Для расширения доступа медицинской помощи, а также для большего охвата сельского населения скринингом организованы передвижные медицинские комплексы. Всего в прошлом году передвижными медицинскими комплексами охвачено 73 тысячи человек, до конца текущего года планируется охватить 32 тысячи человек. На сегодняшний день в медицинских организациях области работают более 9 тысяч квалифицированных медицинских работников, в том числе 2711 врачей и 6789 средних медицинских работников. По состоянию на май этого года общий дефицит врачебных кадров по ключевым направлениям составил 48 специалистов. Для решения данной проблемы со стороны государства молодым специалистам предоставляются различные меры социальной поддержки. Ежегодно до 2026 года для молодых специалистов, выезжающих на работу в села, предусмотрена единовременная денежная выплата по 8,5 миллионов тенге за счет средств местных исполнительных органов. Также для привлечения специалистов выделяются государственно-образовательные гранты на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям. В текущем году по гранту обучается 22 резидента. На предстоящий учебный год по поручению Акима области предусмотрено увеличение количества образовательных грантов в резидентуру до 45 мест. В области проводится работа по развитию и улучшению инфраструктуры здравоохранения. В рамках реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области Абай на 2023-2024 годы запланировано строительство 65 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. В комплексном плане социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы предусмотрено строительство 5 объектов здравоохранения с общим коечным фондом на 600 койко-мест. Строительство данных объектов позволит охватить более 90 тысяч человек в год качественной медицинской помощью.
В целях модернизации действующих объектов в 2023 году произведены капитальные ремонты на 8 объектах здравоохранения на сумму 1,5 миллиарда тенге, а в этом году на капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения предусмотрено 1,2 миллиарда тенге. Для улучшения материально-технического оснащения объектов здравоохранения в прошлом году приобретено 430 единиц оборудования на сумму 4,8 миллиарда тенге. В текущем году запланировано приобретение 237 единиц медицинской техники на сумму 2,5 миллиарда тенге. В целях дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения в ближайшее время будет утвержден комплексный план и поэтапно будем модернизировать действующие объекты здравоохранения, а также продолжим закуп высокотехнологичного медицинского оборудования. Мәдениет саласына келер болсақ, бүгінгі таңда облысымызда 280 мәдениет тілдерді дамыту және архив мекемелері жұмыс атқаруда. Бұл мекемелерде 1638 адам, оның ішінде 1139 адам шығармашылық салада қызмет етуде. Жалпы мәдениет саласына 2023 жылы 4,9 миллиард теңге бөлінді. Ағымдағы жылға 4,8 миллиард теңге қарастырылған. 3 труппадан тұратын бір театрдың ұжымы өткен жылы 429 спектакль қойып, 105 мыңға жуық адамды қамтыды. Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясы өткен жылы 82 концерт ұйымдастырып, 22 мың көрерменді тартты. Өткен жылы 4 мемлекеттік музейде 20 597 экспонат цифрландырылды. Облыстың 137 мемлекеттік кітапханасында 2,3 миллион кітап қоры бар. Оның 989 мың данасы мемлекеттік тілде. 2024 жылы Абай атындағы облыстық әмбебап кітапханасында Самұрық Қазына Траст қаржылық қолдауымен заманауи қоғамдық кеңістік ашылды. Сонымен қатар Абай жолы кітапханасы атты 5 жылдық жоба жүзеге асырылуда. Мемлекет басшысы 2023 жылы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында креативті индустрия орталықтары әрбір облыста болу қажеттігін атап өтті. Аталған тапсырманы орындау бағытында айтарлықтай жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда, Абай облысында креативті экономиканы дамытудың стратегиялық көзқарасы анықталды. Креативті индустрия паркін құрудың жол картасы бекітілді. Креативті парктың орналасу орындары белгіленді және іске қосылды. Креативті парктың функционалдық мазмұны анықталды және де жоғары білікті мамандардың командасы іске қосуға толық дайын стартап жобаларын таңдады. Мәдениет мекемелерінің инфрақұрылымын дамытуға қатысты 2023 жылы 63,6 миллион теңгеге 2 мәдениет нысаны салынып, 8 мәдениет нысанына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұдан бөлек 8 мәдени нысанды 2025-27 жылдар жаңарту жоспарланған. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жалпы 725 миллион теңгеге 4 нысанға күрделі және 4 нысанға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп аяқталды. Спорт саласына тоқталар болсақ, бүгінгі таңда облыста 537 спорт ғимараты бар. 2023 жылдың қорытындысы бойынша халықтың 1000 адамға шаққанда спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі 51%-ді құрады. Өткен жылы облыста жаңа 5 спорт объектілері іске қосылып пайдалануға берілді. 2024 жылы жаңа спорт объектілерін салу аясында осы көрсеткіш 52%-ға жеткізу жоспарланған. Биыл 5 спорт нысанды пайдалануға беру және 5 спорт нысанының құрылысы басталу жоспарлануда. Семей қаласында Пищевик стадионының жер аумағына 12 мың орындық стадион салу жоспарлануда. Жобалау сметалық құжаттама әзірленуде, іске асыру мерзімі 2026 жыл. Облыста 23 спорт мекемесі жұмыс істейді. Онда 58 спорт түрі бойынша 15.259 спортшы жаттығып, 668 жаттықтырушы жұмыс істейді. Әртүрлі спорт түрлері бойынша Абай облысының 442 спортшысы Қазақстан Республикасының құрама командаларына кірді. Абай облысында 2023 жылы дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтар саны 2022 жылмен салыстырғанда 4%-ға ұлғайды. Халықты дене шынықтырумен және спортпен қамту көрсеткіш облыс халқының 42%-ын немесе 254,8 мың адамды құрады. Биыл бұл көрсеткіш 46%-ға дейін жеткізуі жоспарланып отыр. Сонымен қатар халық арасында спортты дамыту және насихаттау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2024 жылы тамыз айында Абай жолы 100 миль марафоны және шілде айында Қазақ марафоны өткізу жоспарлануда. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да спортпен шұғылдануға жағдай жасалып жатыр. Облыс бойынша 24.481 мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Оның 13,2% спортпен шұғылданады. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арнайы спорт клубы жұмыс істейді. Онда 11 спорт бөлімшесі бар. Осы санаттағы адамдар арасында облыстық және республикалық деңгейде спорттық іс-шаралар үнемі өткізіліп тұрады.
Нами проводится работа и в сфере цифровизации телекоммуникаций. Проводится работа по реализации концепции умного города, приоритетными задачами которого является обеспечение безопасности, цифровизация общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения. На сегодняшний день из запланированных 26 проектов смарт-сети по городу Семей реализовано 9 проектов в сфере транспорта, логистики, безопасности и ЖКХ. В ближайшие 2 года планируется реализация более 10 проектов, такие как умные остановки, единый контакт-центр, оцифровка мусорных площадок, региональная геоинформационная система и прочее. В сфере телекоммуникаций нами совместно с профильным министерством проводится работа по обеспечению населенных пунктов области Абай широкополосным доступом к сети интернет. В области около 30% населенных пунктов имеют плохое интернет-соединение, а в некоторых селах интернета вовсе нет. В рамках нацпроекта «Доступный интернет по области Абай» до 2027 года планируется охватить 172 населенных пункта оптоволоконным интернетом. Данная работа будет проводиться Министерством цифрового развития. Также планируется строительство 24 антенно-мачтовых сооружений в сельских населенных пунктах. Таким образом, принимаемыми мерами в общей сложности планируется достичь охвата населенных пунктов интернетом до 97,5%. С сентября 2023 года в городе Семей оператором АО «Кейсел» внедряется мобильная связь 5-го поколения 5G. Также в рамках нацпроекта «Доступный интернет» планируется покрыть республиканские и областные дороги сотовой связью интернетом, ведется разработка проектной сметной документации. Табиғатты қорғау және пайдалану саласына тоқтала кетсек. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 205 бабына сәйкес Семей қаласының ластаушы заттарына шекті жол берілетін шығарындыларының томы әзірленді. Бұл жоба қаладағы ауаның нақты жай күйін айқындайды. 2024 жылы бұл жұмыс Курчатов және Аягөз қалаларында жүргізіледі. Мемлекеттік қызметтер көрсету шеңберінде ағымдағы жылы 37 мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы және 33 рұқсат берілді. Жыл басынан 119 қоғамдық тыңдау өткізілді. 2023 жылы қоршаған ортаға теріс әсер еткен үшін бюджетке жалпы сомасы 6,8 миллиард теңге болатын төлемақылар келіп түсті. Өткен жылы Абай облысының 2023 жылы 25 жылдарға арналған табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары әзірленіп бекітілді. Оны жүзеге асырылу жоғарыдағы төлемақылардың есебінен болады. Согласно поручению главы государства, за счет бюджетных средств запланировано строительство нового современного полигона ТБО в городе Семей со сроком реализации до 2025 года. В рамках исполнения поручения главы государства в области в течение 5 лет запланирована посадка более 277 тысяч деревьев. В прошлом году населенных пунктов по области были высажены около 75 тысяч саженцев. В текущем году запланирована посадка деревьев в количестве 65 тысяч штук. Ведется разработка дендрологического плана области. На эти цели из бюджета выделено 45 миллионов тенге. На территории нашей области расположен уникальный природный резерват Семей-Ормана. Акимат области вносит свой вклад в его сохранение и развитие. Областью закуплена различная техника на 300 миллионов тенге. В рамках экологической акции «Таза Казахстан» в апреле месяца текущего года на территории Семей-Ормана силами добровольцев высажено свыше 100 тысяч саженцев. Для ликвидации пожара и последствий лесного пожара Акиматом области совместно с Министерством экологии и природных ресурсов разработана дорожная карта по устранению последствий этого пожара. На сегодняшний день в рамках дорожной карты планируется реализация инвестиционного проекта по строительству деревообрабатывающего завода в городе Семей. Сроки реализации проекта 2024-2026 годы. Проводится работа и в водной отрасли. Основными водными артериями области является система озера Алакуль и река Иртыш. Для восстановления и сохранения естественного состояния экосистем водных объектов региона проектируются и устанавливаются водоохранные зоны и полосы водных объектов. В прошлом году установлена водоохранная зона и полоса реки Иртыш от Шульбинской ГЭС до границы с Павлодарской областью, а также впадающих на него водных объектов. В текущем году работа по установлению водоохранных зон и полос продолжается по всем водным объектам. В области Абай насчитывается 95 гидротехнических сооружений различных форм собственности, из которых 19 коммунальных. В 2023 году проведено многофакторное обследование, получено экспертное заключение на одно водохранилище. В текущем году работы по проведению многофакторного обследования будут проведены по оставшимся 18 коммунальным ГТС. На сегодняшний день в соответствии с поручением главы государства от 4 апреля этого года ведется работа по созданию специализированной организации по эксплуатации гидротехнических сооружений местного значения. В целях сохранения рыбных запасов в естественной среде в 2024 году запланировано зарыбление Шульбинского водохранилища с сигалетками карпа сазана в количестве 83 тысяч штук на сумму 7,5 миллионов тенге за счет средств местного бюджета. Также на основании научных рекомендаций в текущем году планируется зарыбление сибирским осетром реку Иртыш на сумму 145 миллионов тенге.
В 2023 году в области выращено 67,5 тонн рыбы. В целях увеличения роста объемов товарной рыбы в текущем году постановлением Акимата области 3 объекта переведены в рыбохозяйственные водоемы. Жоғарыда аталған 7 сала бойынша жүйелі түрде тиісті жұмыс жүргізілуде. Іс-шараларды іске асыруға үлкен көлемде адами ресурстар мен қаржы тартылған. Бұл жұмыстың нәтижесінде білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт инфрақұрылымы дамып, облыс халқының игілігі үшін жұмыс істейтін болады. 7 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары ашылады және өңірдің экономикалық әлеуеті артады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, отырыңыз. Құрметті жиналысқа қатысушылар, жүргізіліп жатқан жоспарлы саяси реформалар аясында басқарушылық шешімдер қабылдауда жергілікті өзін-өзі басқарудың рөлі ерекше. Бүгін кеңеске біз барлық деңгейдегі әкімдерді ғана емес, мәслихаттардың барлық депутаттарын, қоғамдық кеңестердің мүшелерінде шақырғанымыз кездейсоқ емес. Жергілікті жерлерде сіздердің барлықтарыңыз ортақ мақсат жолында халықтың өзекті мәселелерін шешу үшін конструктивті арнада сапалы жұмыс істеулеріңіз қажет. Мемлекет басшысының ұлттық құрылтайда айтылған бастамаларын іске асыру аясында қоғамды нығайту және бір арнаға шоғырландырудағы халық пен мемлекеттік басқару органдарының өзара іс-қимылы аса маңызды фактор екені сөзсіз. Олай болса, келесі сөз Абай облысы мәслихаттың төрағасы Қуаныш Серікқазыұлы Сүлейменовқа беріледі. Құрметті Нұрлан Тілманұлы, отырысқа қатысушылар, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік экономикалық саясаттың жаңа бағыттарын таныстырып, нақты тапсырмалар берді. Біздің басты мақсатымыз президент реформаларын сапалы жүзеге асыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және табысын арттыру. Мемлекет басшысының жалпы ұлттық құрылтайда айтқан бастамаларын жүзеге асыру аясында қоғамды нығайту және топтастыру бойынша қоғам мен мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылын арттыру керек. Депутаты маслихатов всех уровней на сегодняшний день в области Абай объединили свои усилия. По действующему законодательству каждый депутат самостоятелен и независим при принятии решения. Эти демократические принципы – это конституционные свободы гражданина. В целях достижения обеспечения прозрачности, в целях достижения эффективности взаимодействия народа и государства мы объединились и готовы укреплять данную позицию в настоящее время и в будущем. Абай облысы маслихатын 8-ші шақырылым депутаттар 15 сессия отырысын өткізді, оның ішінде 4 кезекті және 11 кезектен тыс отырыстар. 2 көшпелі сессия Жарма және Аягөз аудандарында өтті. Нәтижесінде 109 құқықтық актінің шешімін қабылдады, оның 28-і нормативті сипатта, бүгінгі таңда 2000-нан астам азаматтарды қабылдау өткізіліп, 50% оң шешімін тапты. Және заңды тұлғалардың 500 астам ресми өтініш қаралды. Депутаттық корпуспен 488 хат сауал қаралып, мемлекеттік мекемелерге жолданды. Аталған өтініштер өз құзыретіне сәйкес мекемелерге жолданып, өтініш иелеріне тиісті жауаптар түсіп, көбі оң шешімін табуда. Облыс тұрғындардың жағдайымен және өңірлерде болып жатқан мәселелермен танысу, тұрғындармен өзара ашықтық құру мақсатында көшпелі сессия ұйымдастыру жөн санадық. Аягөз ауданындағы көшпелі сессияның алдындағы 2 күн бойы депутаттармен бөлініп, аудандағы қарасты ауылдарға бардық. Біз барлық тұрғындардың түскен сауалдар бойынша құзырлы органдарға хат жолдап, мәселені шешуге атсалысамыз. Көшпелі сессия отырыста халықтың жағдайын көзбен көріп, халық пен билік арасындағы ашықтық көрсетіп, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын айқындап береді. Взаимодействие общественности и органов государственного управления играет важную роль в укреплении и консолидации общества. Одной из ключевых задач такого взаимодействия является обеспечение прозрачности и доступности информации, а также участие общественности в процессах принятия решений. Это может быть осуществлено через различные механизмы, такие как публичные слушания, общественные обсуждения, а также использование современных технологий для обратной связи с гражданами. Наконец, эффективное взаимодействие общественности и государственных органов требует открытости и диалога. Регулярные встречи, обмен информацией и учет мнениями граждан способствуют выработке наиболее эффективных решений и обеспечению широкой поддержки общества. Сондай-ақ Аягөз ауданындағы кейбір ауылдық округтердің әкімдері мен тұрғындар арасында байланысты жоқтығын облыстық мәслихат депутаттары өз көздерімен көріп, сессия отырысында мәлімдеді. Облыстық мәслихат депутаттары тарабынан алдағы уақытта мұндай әкімдерге тиісті шаралар қабылдау ұсынылды.
халықпен жиі кездесулер өткізу қажет. Тұрғындардың мәселелерін тыңдап, шешу жолдарын табуға ат салысу маңызды. Барлық аудандық деңгейдегі мәслихат депутаттары өз аудандардағы ауылдарға кездесуге шығып, барлық сұрақтарға жазып алып, облыстық деңгейдегі мәселелерді жинақтап жеткізу керек. Многие вопросы, возникающие в селах, можно решить на районном уровне. Однако во время командировки мы стали свидетелями отсутствия работы в этом направлении. Для решения проблемы на уровне района не нужно ждать представителей области. Это ваша зона ответственности. Не ведется работа среди населения по информированию населения. Получает информацию не из официальных источников. Не рассматриваются планы, проекты по улучшению качества жизни на местах, что приводит к недоверию как исполнительной власти, так и к представительным органам. Біздің жерлестеріміз әлеуметтік жерлерде жалған ақпараттарға, яғни фейк жаңалықтарға көп көңіл бөледі және сенеді. Сол себепті барлық қатысушыларға айтарым, облысымызда жасалып жатқан жұмыстарымызды өз жерлестерімізге ақпараттық түсіндіру жұмыстары арқылы жеткізуге керекпіз. Әрбір депутаттың және ауылдық округ әкімдерінің әлеуметтік желіде өз парақшалары бар және әр елді мекендерде ауылдастар және тағы басқа WhatsApp мессенджерлері топтар бар. Осы инструменттерді біз дұрыс пайдалануымыз керек. Көптеген нағыз керек пайдалы және ресми ақпараттар ауылдарға жетпейді. Сол үшін осы бағытта жұмыс жасайық. Мемлекет басшысы Атырау қаласында өткен ұлттық құрылтайда халықтың береке бірлігі сақтау елдігіміз үшін аса маңызды деп атап өткен болатын. Ал бұл тұжырымдаманы іске асыру үшін барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, саяси партиялар жұмыс жасау керек. Еліміздегі саяси партиялар үлкен күшейе. Әр партияның жұмыс бағыттары әртүрлі болғанмен, елдің игілігі жолында еңбек етіп келеді. Біз осы мақсатта облыстағы саяси партиялармен бірге ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Партия филиалдарының жетекшілері облысымыздың қоғамды саяси әлеуметтік ісіне белсене араласып бірге жұмыс жасауға дайын. Біз бірлесе мемлекет басшысының тапсырмасымен орын алған Таза Қазақстан акциясына белсене атсалысуымдамыз. Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев, біз ең алдымен жастарды кітап оқуға балуымыз керек. Сонда жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз деп кітап оқу мәселесін көтерген болатын. Осы орайда Абай облысын жастар мәслихатымен бірлесіп, аялдамаға кітапхана акциясы қолға алдық. Семей қаласындағы аялдамаларға қала тұрғындары мен қонақтар үшін кітап орнаттық. Бұл игі шара ары қарай да өз жалғасын табатын болады. Абай облысындағы облыс әкімдігінің және облыс мәслихатын қолдауымен мемлекеттік жастар саясатын тиімді жүзеге асыру, облыстық әлеуметтік экономикалық саясатын қалыптастыру, жастарға қолдау көрсету мақсатында қолға алынған бастама. Республика бойынша алғаш рет Абай облысында жастар мәслихаты ресми тіркеліп құрылды. Бүгінгі таңда облыс бойынша барлық ауданда жастар мәслихаты жұмыс істейді. Бұл өскелең ұрпақ арасынан жаңа кадрлар даярлауға, кадрлық резервке белсенді білімді жастарды іріктеуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда жас депутаттар мемлекеттік мекемелерге басшылық деңгейдегі лауазымдарға ауысып жұмыс жасауда. Бұл жастар мәслихатының тиімділігін айқындайды. Қазақстанның жаңа саяси мәдениеті шеңберінде әйелдердің қоғамды рөлін ілгерілеу мақсатында облысымыздың барлық қала және аудандарда Аманат партия жанынан әйелдер қанаты құрылды. Әйелдер қанаты нәзік жандардың гендерлік теңдік, елдік, қоғамды саяси және әлеуметтік экономикалық өміріне араласуы бағыттау жолында жұмыс атқарып келеді. Өткен жылы 3 мамырда өңірлік әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөніндегі кеңейтілген кеңес отырысы өтті. Биылда бұл үрдіс жалғасын тауып жатыр. Шешілген мәселелерде орын алған өзгерістер де аз емес. Күні кеше Егемен Қазақстан газетінде Абай облысы әкімі Нұрлан Оранхаев өңірдің әлеуметтік экономикалық даму туралы жөніндегі жарияланған мақаладан да өзекті мәселелердің шешім тауып келе жатқанын көре аласыздар. Осыдан 2 жыл бұрын 8 маусымда облыс қайта құрылған еді. Бюджет 22 жылы 260 миллиард теңге болса, ал 24 жылға бюджеті 447 миллиард теңгені құрайды. Бұл 24 жылмен салыстырғанда 188 миллиардқа теңгені ұлғайды. Яғни 2 жылдың ішінде облыс бюджеті 72%-ға өсті. Ұлттық құрылтайда президент негізгі идеологиялық тұжырымдамамыз мен бағытымызды реттеді. Тәуелсіздік және отаншылдық, бірлік және ынтымақ, әділдік және жауапкершілік, заң және тәртіп, еңбекқорлық және кәсіби біліктік, жасампаздық және жанашылдық деп айқын көрсетті. Бұл депутаттар, қоғамдық кеңес мүшелері, саяси партиялар мен құзырлы мемлекеттік органдардың барлығы үлестіруі керек. Мемлекет басшысы атап өткендей, елдігіміздегі қорғаудың ең басты жолы береке бірлік. Бұдан басқа жол жоқ.
Ел бірлігі қашанда ең басты құндылық саналған. Қазір оның өзектілігі арта түсті. Мұнда отырғандардың барлығының бірлескен жұмысын мен әрекеттердің бірлігіне бәрі байланысты екенін айтқым келеді. Тек бірлескен күшпен ғана біз өз аймағымызды одан да жақсарта аламыз. Барлық жиналға келген елімізден депутаттар, халқымыздың игілік жолындағы еселі еңбектеріңізге табыс тілеймін. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Облыс әкімі Нұрлан Уранхаевқа облыстық деңгейдегі құрылтай форматындағы кездесу үшін қатысушылардың барлығымен тілдесіп, ортақ мақсат үшін топтасу мүмкіндігіне ерекше алғыс білдіреміз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Рахмет. Қадірменді қауым, өңірдің дамуы тек қана мемлекеттік органдар және қоғамдық институттардың жұмысымен шектелмейтіні анық. Жалпы халықтың тұрмыс сапасын арттыру, инфрақұрылым мен жұмыс орындарын құруда бизнестің рөлі аса маңызды. Ауылдық елді мекендерді қолдау, сондай-ақ өңірдің жалпы даму мәселесіндегі мемлекет пен бизнестің өзара байланыс тетіктері туралы баяндама жасау үшін сөз Тас Групп компаниялар тобының құрылтайшысы Дулат Тұрсынұлы Тастекеевке беріледі. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, Нұрлан Телманұлы, Қуаныш Серқазыұлы, Мейрамхат Кәрібекұлы ағамыз. Біріншіден, облысымыздың, өңіріміздің дамуына аса маңызды мәртебелі ресми жиында сөз сөйлеп, өз ойларыммен бөлісуге мүмкіндік бергендеріңіз үшін алғысымды айтқым келеді. Рахмет. Туған жер ыстық әрқашан деген ән бар екенін баршамыз білеміз. Енді осы ыстық жерге ықыласымыз ауып, қашанда келгіміз келіп, келген сайын кемелдене қуаттанып, рухани көтеріліп қайтатынымыз рас. Ал оның неғұрлым мәнді, мағыналы, әсерлі болуына сол келген жеріңнің бай қуатты, өнегелі, озық болғаны қажет. Осы туған жеріміздің, облысымыздың жоғары деңгейде дамуына әсер ететін осы отырған әрқайсымыз. Бізден де бөлек облысымыздың әрбір тумасы тұрғыны. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекет басшысының пәрменімен облысымыз қайтадан жеке дербес өңір ретінде статус алып, қарт семейіміз облыс орталығы болған туралы жаңалықты естіген кезде, өзім жалғыз отырсам да қол шапалақтап, тіпті көзімнен ыстық жас ыршып кеткенін жасыра алмаймын. Неге? Себебі бұл жерде бөлініп, бөріге азық болуға асық емес. Бұл жерде енді ортақ өгізден жеке бұзау артықтың салдарын да, себебін де біздің қарт семейдің тартқандығын ешкім жоққа шығара алмайтын шығар. 25 жылдың ішінде қаланың жағдайының құлдырап кеткенін көрдік. Бала күнімізден келіп өскен өзімізге ыстық мекеннің осындай күйге түсуі әркімнің көңіл күйінің құлазуына негіз болды. Ал енді міне Құдайға шүкір, жаңағы алдымда сөйлеген спикерлердің, облыс басшыларының баяндамаларынан 2 жылдың ішінде өңіріміздің қадамы қарышты екендігі, нық екендігін көріп, осы өңірдің тумасы ұлы ретінде үлкен қуанышымды білдіргім келеді. Осы қызметті жасап жатқан барлық азаматтарға алғысымды білдіргім келеді. Келесі слайдқа ауыстырса болады ма? Ал енді жаңа айттым, дербес облыс болып құрылған кезде қуанышымыз қойнымызға сыймады деп. Қуанған кездегі серотонин, дофамин сияқты бақыт гормондары көп болады, бірақ олар ұзаққа бармайды. Бұл қуанышты ары қарай жалғастыру үшін әрқайсымыздың бір кісідей бірігіп,
жұдырықтай жұмылып еңбек етуімізді талап ететіндігін өз басым жақсы түсінем. Осы сәтте енді жаңа құрылған облысымызға азамат ретінде, ұлттың ұлы ретінде қандай үлес қоса аламын деген ой туған кезде, осы алғаш өңірден шыққан кәсіпкерлердің жиналған Нұрлан Телманұлының бастауымен жасалған форумдағы менің айтқан ұсыныстарымның бірі, осы өңірден шыққан азаматтардың өзінің жасап отырған кәсіпорындарын қолынан келсе Абай облысына ресми түрде, заңды тұлға түрде тіркеу қажеттігін ұсынған болатынмын. Өзім сол бастаманы жүзеге асыру барысында, міне көріп отырсыздар, қазіргі таңда облысымыздың бюджетіне қолымыздан келгенше 4 миллиардтан астам қаржы салық ретінде құя білдік. Сонымен қатар 1 миллиардтан астам қаржыны әртүрлі инфраструктуралық қоғамдық заттарды жүзеге асыруға жұмсадық. Енді мен бұл жерге шығып алып сіздерге не істегенімді айтып мақтанайын, немесе сол істеген дүниелерді айтып міндет қылайын деп тұрған жоқпын. Жалпы жасап жатқан жұмыстың жақсы бір негізі, нәтижесі болғаннан кейін сол дүниені сіздермен бөлісіп, ары қарайда осындай заттарды көбейтсек, молайтсақ, нұр үстіне нұр болады деген ниетпен шығып отырмын. Енді бұл жұмыстар қалай басталды? Келесі слайдқа ауыстырып берсеңіздер, ауылға деген кіндік қанымыз тамған жерге маңдайымыздың терінің тамуына негіз болар жұмыстарды сонау 2009 жылдарда енді өз қолымыз, өз аузымызға жете бастаған кезде әкеміз ауылдағы мешітті салудан бастаған болатын. Өздеріңіз білесіздер, енді Ақсуаттағы, мынау Семейдегі 10 жылдан астам тұралап бой көтермей қалған мешіттің салуына септігіміз тиді, сол бізге нәсіп болды. Бұл жерде мен бір діни бағытқа қатты көңіл бөліп тұрған жоқпын. Жалпы руханияттың, иманның күшеюі халықтың береке бірлігінің нығаюына негіз болатын дүние екенін ешкім жоққа шығара алмайды. Ал енді сол 21-ші жылы аяқталған орталық Семей мешіті бір жағынан қазіргі таңда қаланың көркі болып тұрса, сол дүниенің жүзеге асыруын осы ортамызда отырған басқа да қаламыздың, еліміздің ақсақалдары жақсылыққа жорып, бұл елге бір руханияттың күшеюін, жақсы жаңалықтың келуіне болжады. Енді бір жылдан кейін облыстың осылай жеке шаңырақ көтергенінде өз басым, жеке басым осы нәрселермен байланыстырғым келеді, себебі біз қазақ нанымға, сенімге көңіл бөлетін халықпыз. Келесі слайдқа ауысатын болсақ, әрине басқа да бағыттағы жасалып жатқан дүниелер бар. Жаңағы төленген салықтардың нәтижесінде қазіргі таңда Ақсуат ауданында 2 бірдей мәдениет үйі бой көтерді. Сонымен қатар бірнеше жылдар бұрын жасалынған қарапайым ғана ауылдағы футбол алаңы Екпін ауылындағы қандай эффект берді деп сұрайтын болсаңыздар, қазіргі таңда сол Екпін ауылының балалары ауданда футболдан ешкімге жол бермейді. Тіпті облыстық жарыстарда да ауданның құрама командасында ойнап жоғары деңгейдегі нәтиже көрсетіп жүр. Осындай жасалған істің кері байланысын көрген кезде әрине адам рухтанып, қуаттанып, өз жұмыстарын ары қарай жасай бергісі келеді. Мәдениет үйлерінің бой көтеруі халқымыздың тағы да айланып келіп, руханиятқа, мәдениетке терең бой ұсынып, халқымыздың адами капиталының дамуына негіз болатынына сенемін. Келесі слайдты қосып берсеңіздер, сонымен қатар қазақ жалпы жетімін де, жесірін де, ауылындағы жағдайы жоқ адамында ешқашан жылатпаған халық. Бірнеше жылдың қатарында біз әр жыл сайын ауылда өткізетін іс-шараның аясында ауылда жағдайы төмен отбасыларға өз қаражатымыздан үй салып беріп, сол кісілердің жақсы жағдайда өмір сүруін қамтамасыз етіп жатырмыз. Әрі қарайда оны жалғастыра береміз. Халқымыз бұл ісімізге риза шығар деп
ойлаймыз. Себебі ол үйлердің кілтін тапсыру процесінің өзінде еліміздің абыздары Жүрсін Ерман, Асанәлі Әшімов, Алтынбек Қоразбаев, Тұңғышбай Жаманқұлов сияқты ағаларымыз келіп, кілттерді сол жанұяның балаларына 4-5, 6-7 баласы бар балаларға өздері тапсырып жатыр. Сол балалардың сол жерден рух алып, ертең облысымыздың, мемлекетіміздің мықты азамат болмасына ешқандай да күмән жоқ. Рахмет. Келесі слайдқа көшсек. Енді біздің өзіміздің ұлт ретінде ерекше идентификациямыз бар. Прагматикалық бағыттарымыз бар, халықпыз. Ал енді біздің халықтығымызды, ұлтшылдығымызды мәңгілік сақтап отыру үшін, мәңгілік ел ретіндегі қалыптасуымыз үшін біз өзіміздің мәдени тамырларымызды ұмытпағанымыз жөн. Жыл сайын Ақсуат өңірінде, жалпы Абай облысында болатын іс-шара біздің ойымызша халықтың береке бірлігін нығайтуға орасан зор үлесін қосып, сонымен қатар өскелең ұрпаққа, жас балаларға, әлемге, елге танымал азаматтардың келіп көз алдында қолын беріп амандасуы, олардың рухтарын көтеріп, болашақта мен де осындай азамат, азаматша болам деген сенімдерін нығайтады деп толық сенеміз. Сонымен қатар осы іс-шараны енді біздің облыстың деңгейінде де әртүрлі бағытта, әртүрлі аудандар өткізіп жатыр. Бұл іс-шараның жыл сайын әр өңірде өтуінің өзі біздің дәстүрдің жалғасын тапқаны деп білеміз. Осы жақын арада болатын Құнанбай бабамыздың 220 жылдығына бұл дүниені күшейту үшін аманшылық болса Алматы қаласынан 15 шақты депутатты ертіп келеміз деп отырмыз. Қуаныш Серікқазыұлымен бұл іс-шараны ақылдасып отырмыз. Облыс басшылығы да қолдап отыр. Осылай басқа өңірдің азаматтарын осы іс-шараға тарту арқылы, басқа мемлекеттің азаматтарын осындай іс-шараларға тарту арқылы еліміздің инвестициялық қызығушылығын көтере береміз деген сенімдемін. Келесі слайдқа көшетін болсақ, сонымен қатар жалпы жаңа адами ресурстар туралы көп әңгіме болды. Облыс басшылығының бұл бағытта үлкен жұмыс жасап жатқанын көрдік. Адам ресурсы маңызды дүние. Бірақ адам ресурсының сапалы болуына әсер ететін адами капитал. Адами капитал білім беруден басталады. Адами капитал дұрыс, тіпті ер жеткен сәтте де, толыққан сәтте де ары қарай өз тұлғалығын дамытуға жасалған ізденімпаздықтан жалғасын табады. Енді өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы біз Семей қаласында Парасат атты арнайы форум өткіздік. Елге танымал спикерлердің келіп, осы өңірдің азаматтарымен пікір бөлісуі, мастер-класс көрсетуі көз алдарыңызда болды. Сондай іс-шараларды біз ары қарай жалғастыру арқылы сол іс-шараларға облысымыздағы мектеп қызметкерлерін, әкімдерді де, мәслихат өкілдерінде қатыстыру арқылы адами капиталды дамытуға облыс басшылығымен бірлесе жұмысымызды жалғастырамыз деп ойлаймын. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылдан бастап Айқанат атты жобада мен осы Абай облысының қамқоршысы лауазымын алдым. Оған қаржы қосып жатырмыз. Былтырғы жылы осы Айқанат жобасына облысымыздан 1610 оқушы қатысты. Біздің қолдауымызбен. Сол 1610 оқушының қазіргі таңда 253 оқушысы келесі кезеңге көшіп отыр. Ал енді біздің балалардың емтихан тапсырудағы орташа балы, республиканың балы 32 болатын болса, Абай облысының балаларының балы 34-5. Бұл қуанарлық жағдай, бұл жағдайды ары қарайда жалғастырамыз деп ойлаймын. Жақында ғана облыс басшылығының қолдауымен, Жасұлан Бірлікұлының бастауымен көптеген облысымыздың ауылдардың әкімдері, меценаттар бірігіп, Ақмола облысындағы Родина ауылына бардық. Ол жердегі қалыптасқан әдемі көріністі көзімізбен көрдік. Бізде солай болсақ деп бір армандадық, бізде солай береміз деп өзімізге серт бердік. Неге біздің Абай жерінің әрбір ауылы азаматтар бас біріктірсе,
күш салса, родинадай болып немесе одан асып кетуіне мүмкіндік жоқ. Ол осы отырған азаматтарының қолында. Біз біріксек, жаңа айтылды мемлекет басшысының береке бірлік елдің қауіпсіздігі берекелі бірлікте деп. Береке бірлік тірлік тудырар, ал нәтижелі тірлік біздің өңірде де болашақта родинадан асып түсетін мықты ауылдарды қалыптастырады деп сенемін. Ауыл алтын бесік. Қазіргі таңда республикамыздың халқының 40%-на жуығы ғана ауылда тұрғанмен, ауыл жалпы мемлекеттің дамуына, елдің нығаюына өзінің әсерін беретін жоғарғы деңгейдегі ресурс. Сондықтан да береке бірлігіміз нығая берсін, жалғаса берсін, әр ауыл өзін өзі көтеріп, өзін өзі марқайтып, облысымыздың 2 жыл сайын 200 миллиардқа асып тұруына әрқайсымыз бірігіп атсалысайық. Рахмет ағайын. Рахмет. Құрметті әріптестер, баршаңызға белгілі, ел президенті өзінің Қазақстан халқына жолдауында бірқатар әкімшілік және саяси реформаларды ұсынған болатын. Соның бірі қала және аудан деңгейіндегі әкімдерді тікелей дауыс беру арқылы сайлау. Бұл демократиялық, әлеуметтік, құқықтық бағытты таңдап алған еліміз үшін дамудың жаңа кезеңі екені сөзсіз. Былтыр қараша айында тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет пилоттық режимде еліміздің 45 өңірінде әкімдердің сайлауы өтті. Соның ішінде Абай облысы бойынша Курчатов қаласы мен Абай ауданының әкімдері сайланған болатын. Біздің жерлестеріміз өздерінің саяси мәдениетін көрсетіп, өз таңдауларын жасады. Бүгінгі сол пилоттық режимде сайланған әкімдердің бірі Курчатов қаласының әкімі Болат Таңсықбай Әбдірәлиев өзінің сайлау алды бағдарламасының іске асу барысы және алға қойған жоспарлары туралы баяндама жасайтын болады. Иә, 2023 жылдың 5 қарашасында Қазақстанда 45 аудан мен облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің пилоттық сайлауы өтті. 5 қарашада Курчатов қаласының тұрғындары да өз таңдауын жасады. 75% қала тұрғындары азаматтық ұстанымдарын жоғары деңгейін көрсетті. Мен Курчатов қаласы тұрғындарына сенім артып, қала дамуына үлес қосуыма мүмкіншілік берген үшін шексіз алғысымды білдіремін. Құрметті Нұрлан Телманұлы, құрметті жиынға қатысушылар. Курчатов қаласы бойынша сайлау алды бағдарламасының орындалу барысы жөніндегі баяндауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі таңда қала тұрғындарының саны 10.253 адамды құрайды. 2023 жылдың және 2024 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша қаламызда 217 бала дүниеге келді. Қаланың өз кірістері бойынша 2023 жылдың бюджеті 2,1 миллиард теңге құрап 16%-ға өсуін көрсетті. Ағымдағы жылдың жоспарланған 2 миллиард теңгенің 5 айының қорытындысы бойынша 957 миллион теңге орындалды. Жалпы Курчатов қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты. Жеке көрсеткіштер бойынша өсу үрдісі байқалады. Өткен жылы қаланың өңдеу өнеркәсібі 2 жаңа кәсіпорынмен толықтырылды. Оның бірі мұнай өнеркәсібінде қолданылатын радиациялық оқшаулағышы бар кабельдік өткізгіш өнімдерін шығаратын БТИЗОЛ жауапкершілігі шектеулі серіктестік, ал екіншісі Алтын Груп Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің алтын, күміс, платина және басқа да металдардан тұратын концентраттарды өңдейтін модуль байыту фабрикасы. Инвестицияларды тарту бойынша жұмыс әрі қарай жалғасуда. Ағымдағы жылы құм қиыршық тас қоспасын өндіретін придорожный кен орнын игеру жоспарланған. Биылғы жылы елдің ірі жанармай құю станцияларының желісіне кіретін заманауи станциясын салу жоспарланған. Келешекте кальцийленген сода шығаратын зауытты салу және арнайы кокс өндіретін кешен құру мүмкіндігі қарастырылуда. Көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе еліміздің ұлттық ядролық орталығы орналасқан Курчатов қаласының ғылым қалашығы мәртебесіне де көп ұзамай ие болады деген сенімдеміз. Қаламыздың өзекті мәселелерінің бірі медицина, білім, өндіріс және басқа да салаларда мамандардың жетіспеушілігі. Бұл мәселе еліміздің оңтүстік өңірлерінен қоныс аудару бағдарламасы аясында шешілуде.
Өткен жыл осы бағдарламамен 25 адамнан тұратын 7 отбасы қоныс аударса, биылғы жылы 9 адамнан тұратын 3 отбасы қоныс аударды. Жұмыс әрі қарай жалғасуда. Қаламызда мектепке дейінгі балалар ұйымына кезектілікті қысқарту мақсатында 21 жылы басталған 120 орындық Тополек балабақшасын қайта жаңарту жұмыстары аяқталып, ағымдағы жылы 3 маусымда пайдалануға берілді. Бүгінгі күні мүгедектігі бар 236 адам есепте тұр. Оның ішінде 52-сі ерекше балалар. 3 маусым күні ерекше балалардың оңалту орталығын салтанатты ашылуы да өтті. Қалалық ауруханада келушілерге қолайлы жағдай жасауға мақсатында колл-центр операторларын 3 бірлікке тіркеу бөлімін 3 адамға көбейттік. Қазіргі уақытта 1-ші қабаттың күрделі жөндеу аяқталуда. Одан кейін 3-ші және 4-ші қабаттардың жөнделу жұмыстары қарастырылуда. Қаламызда дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын халықтың үлесі жоғары. Спортшыларымыздың арасында еліміздің чемпиондарын атамағанда бірнеше дүркін әлем, Азия, Еуропа чемпиондары да бар. Алайда түйіткілді мәселелердің бірі спортшыларды тәрбиелейтін сандардың аздығы болған. Бұл сұрақтың да шешімі табылды. Мамыр айынан бастап құны 1,7 миллиард теңгеге дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы басталуда. Аула спортын дамыту мақсатында 3 спорт алаңын жөндеп, 1 шағын футбол алаңын салуға кірістік. Ағымдағы жылы қала тұрғындарын қолайлы жағдай жасауға бағытталған сайлауалды бағдарламасы аясында бірқатар жұмыстар жоспарланған. Қаламыздың 42 ауласының 32-сі асфальт төсемі жақсы жағдайда. Биыл 16 көп пәтерлі тұрғын үйді құрайтын 8 ауланы жөнделіп, қалада қалған 2 ауланы 2025 жылы көше жолдарын жөндеу аясында жасалады. 75 миллион теңгеге 5 балалар ойын алаңын орнатылып, 8,5 миллион теңгеге 10 алаңға арнайы қауіпсіз жабыны төселеді. Барлық 42 ауланы 100% абаттандыруға қол жеткізу үшін 25 жылы қалған 5 алаңға жабыны төсеп, 21 алаңның жаңа ойын алаңдарымен қамтамасыз етеміз. Қаланың жол инфрақұрылымын қайта жаңарту бойынша 1,2 миллиард теңгеге жобалау сметалық құжаттама әзірленді. Республикалық бюджеттен қолдау тапқан жағдайда 25 жылы қала ішіндегі жолдар 100%-ға жаңартылатын болады. 120 миллион теңгеге құрылысшылар аллеясын және Ертіс өзенінің жағасындағы ақ балконға 30 миллион теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жаңа мешіттің айналасына абаттандырамыз. 2023 жылы жастар саябағында және Победа көшесінде су бұрқақтарды іске қоссақ, биыл октябрь алаңындағы су бұрқақты қалпына келтіреміз. Жастардың демалыс орны жастар саябағына спорт және скейт алаңдарын орнатылатын болады. Орталық саябақтағы балалар ойын алаңын абаттандыру мен Буратино саябағында жөндеу жұмыстары да қолға алынады. Ауыл шаруашылық жануарларға екпе салатын арнайы орын құрылысын аяқтадық. Биотермиялық шұңқыр құрылысы да басталды. Қаланың негізгі мәселелері ауыз су мен жылу сапасы болып табылады. Көптен бері жөндеу жұмыстарын көрмеген сүзгі сорғы станциясындағы нөмір 4-ші мөлдіреткішті және нөмір 8-ші сүзгі іске қосылды. Нөмір 2-ші және 3-ші сүзгілерін жөндеу жұмыстары өткізудеміз. Апатты құбыр желілерге жөндеу жұмыстарды да жүргіздік. Қаламыздың тозығы жеткен ауыз су жүйесін қайта құруға жобалау сметалық құжаттамалар әзірленуде. Қыркүйек айына дейін 285 миллион теңгеге нөмір 1-ші және 5-ші қазандықты жөндеп, жобалық қуатқа жеткіземіз. Және жылу желілеріне қысқы маусымға дайындық жұмыстарын аяқтаймыз. Бірыңғай жылу көзінің салу және кәріз тазарту станциясының құрылысы бойынша жобалау сметалық құжаттамалар әзірленуде. Шілде айында мемлекеттік сараптамадан өту жоспарланған. Осы жазда қаланың сәулетті келбетін жақсарту мақсатында 5 көп пәтерлі тұрғын үйдің қасбеттерін сырлап, 3 үйге муралдар салынатын болады. 2023 жылы мемлекеттік тұрғын үй қорынан 71 отбасы пәтер ие болды. Бүгінгі таңға үй алуға 232 адам кезекте тұр. Ағымдағы жылы көп пәтерлі 4 бос тұрған тұрғын үйді, келесі жылы тағы да 4 үйді қалпына келтіру жоспарланған. Бір үйде жұмыстар басталып кетті. Осы үйлердегі пәтерлер кезектегі азаматтарға берілетін болады. Қаламыздың сәулетін бұзып тұрған бос ғимараттар бойынша қарқынды жұмыс жүргізілуде. 10 ғимараттың иелері қалпына келтіруді жоспарлап отыр.
Қалған ғимараттар сот арқылы иесіз ретінде есепке алынатын болады. Қаланың көгалдандыру жұмыстарында да қарқыны жоғары. Орталықтандырған суару қажет ететін орындарда суару жүйесі қалпына келтірілді. Сәуір айынан бастап Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында қаланың көп қабатты үйлердің аулалары, демалыс орындары және шағын сәулет нысандарын ретке келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. Курчатов көшесіндегі 50 миллион теңгеге жарықтандыру жүйесін қайта жаңғырту жұмыстары басталды. Қала көшелері мен аулаларын 219 бейнебақылау камераларымен қамтылған. Қамтылмаған аймақтарды қамтамасыз ету үшін қосымша 25 камера орнату жұмыстары маусым айында аяқталып, қаламыз 100% камерамен қала көшелері мен аулалары қамтылады. Қазақстан темір жол магистральдық желі дирекциясы вокзал ғимаратын күрделі жөндеуді, аумақты абаттандыру мен перронды қайта жаңартуды жоспарлап отыр. Сәуір айынан бастап өзекті мәселелердің бірі болған қала ішіндегі қоғамдық көлік мәселесі де шешілді. Бағытқа қалалық автобус шығарылды. Бүгінгі күнге дейін болмаған қазақстандық 11 цифрлық телеарнамызда Курчатов қаласының тұрғындарына қосылды. Құрметті Нұрлан Телманұлы, құрметті жиынға қатысушылар, сіздердің назарларыңызға сайлауалды бағдарламамның аясында халықтың тұрмысын жақсартуға бағытталған Курчатов қаласында атқарылған жұмыстар мен және алда тұрған міндеттері мен жоспарлар туралы ақпарат ұсындым. Президентіміздің бастамасы мен саясатының дұрыстығы халық алдындағы сенімі сөзсіз арттырады. Еш елде жоқ бұндай реформалар саяси процестерді демократияландыруға және азаматтардың мемлекеттік басқаруға қатысу деңгейін одан әрі көтеруге бағытталған. Сайлауалды бағдарламамның толығымен орындалуын әркез басты назарда ұстауға, мемлекет пен халықтың тарапынан білдірілген сенім үдесінен шығуды азаматтық парызым деп білемін. Назарларыңызға рахмет. Құрметті жиналысқа қатысушылар, жалпы атқарушы және өкілетті билік қоғамдық кеңестер басқарудың барлық деңгейлерінде өзара тығыз байланыста болу қажет. Себебі әрбір сатыда өзіндік сипаты бар мәселелер өте көп. Сондықтан біздің өзара байланысымыздың тиімділігіне қарай жұмысымыздың нәтижесі де оң болады деп санаймын. Мемлекет басшысының бастамасын жүзеге асырылып жатқан Таза Қазақстан экологиялық акциясы өңірдің барлық аймақтарында сапалы орындалу қажет. Біздің ортада экологиялық мәдениет қалыптасу керек. Тазалық денсаулықтың кепілі облыстың айнасы. Ел президенті атап өткендей, шын мәнінде елімізді көгалдандыру, абаттандыру үлкен мемлекеттік маңызы бар іс. Бұл бүгін шығып ертең ұмытып кететін бір реттік науқан емес. Аталған жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі. Туған жерімізді таза ұстауымыз керек. Бұл жалпы ұлттық мәселе. Сондықтан сіз бен біз болып, осы бағыттағы бірлескен жұмысымызды жалғастыруымыз қажет. Осымен бүгінгі күн тәртібіндегі барлық сұрақ қаралды. Жиналыс басында атап өткендей, біздің кездесудің осындай кеңейтілген форматты дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетін болады. Себебі атқарылған жұмысқа есеп беріп, алға қойған мақсаттарды анықтап, болашақ бағдарды анықтауымыз керек. Оған сіздердің қолдауларыңыз қажет. Елдің келешегі баршаңызға ортақ. Ел іргесі аман, жұрт тыныш, болашағымыз баянды болсын. Рахмет.